رب العالمين الصلاة والسلام على آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum деп сәлем берген баршаңызға ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Жақсылықты Аллах Тағала бір адамға қаласа, ол адамды тура жолда болуын Аллах Тағала нәсіп етеді. Егер Аллах Тағала біреуге жамандық қаласа, онда ол адамды өзінің құлшылығынан, ғибадаттан алыс етеді. Бала ата-анасына боқтап қарсы шықса, өз жөнінде айтсаңыз, қой сою шарт па, мүшел жаста жоқ, шарт емес. Бала ата-анасына қарсы шықса, не айтамыз? Тәрбиеден қателік кетіп жатқанын айтамыз. Үлкен қателіктің бар екенін. Встретимся ли мы с нашими умершими детьми в исламе? Конечно, встретимся. Надо просить Всевышнего, чтобы эта встреча состоялась в самых лучших местах, это в садах, райских садах, нежели на гиенной адской. Пусть Аллах сохранит нас, вас всех от нас, от этого, от этих мучений. Точно так же в хадисах сказано, что мы будем встречаться с нашими родственниками во время, кроме 5 мест, мы будем знать друг о друге все. Еркек адамдар әйелін асырау керек екенін айтыңызшы. Енді онсыз да білет, бәрі білет, жаным айналайын. Ер адамдар отбасын асырайды, бағатқа. Ер адам жауапкершілік алмаса, барлығын мамам шешеді десе, отбасын сақтаудың қажеті бар ма? Бар болады. Енді кейбір адамның мінезі солай болады. Кейбір адам денсаулығы сәл басқа жағдай болады. Сондықтан әйел адамды кей кезде қолына алған дұрыс болады. Аға, менің енемнің қайтқан еді. Сол кісінің жылын беру үшін уақытын күнін толтырып беру керек пе, немесе жеткізбей беруге бола ма? Жеткізбей берген дұрыс. Уақыт толтырмай береді. Бала тәрбиесіндегі қателікті айтыңызшы. Ең үлкен қателік Алланы танытпау. Дүниедегі ең үлкен қателік Алланың бар екенін танытамасаңыз, ең үлкен қателік сол болады. Өйткені ақыл балада толық болып, иманы оның ұлық болып, мінезі оның сынық болып, ұстанымы, өмірге деген көзқарасы тұнық болу керек. Түсінде өлген адамны алып кетсе не болады дейді. Өліп қаласын деген сөз емес, соған жормаңыз. Өміріңіз ұзақ болады берсе. Бала Алланы қай жастан танытады? Бала кезінен танытып үйден дей бересіз. 37-ге толғанда мүшелге кіре ме, әлде шыға ма дейді. 37-ге толғанда мүшелге қарайсыз. Құсылсыз тырнақ шаш қиюға болады ма? Болады. Әйел адамға бірігіп оқылған намаз бір-біріне үлгеріп оқу керек пе, әлде оқып бітіп кете берсе бола ма? Кете берсе болады. Ең жақсы зікір қандай? Қожа Ахмет Яссауи атамыз айтады, зікірлердің абзалы ла иляха иллалла дейді. Негізі ла иляха иллалла деген сөзді, зікірді Мұса пайғамбар Аллаға жалынып айтқан, «Я Алла, менің өзім айтып жүретін жеке маған бір зікір берші» дегенде, Аллах Тағала ла иляха иллалла деген. Сонда Мұса алейхиссалам тұрып, «Я Алла, оның бәрі елдің бәрі біледі ғой, ла иляха иллалланы, маған өзіме жеке өзім пайғамбар ретінде айтып жүретін бір нәрсе айтшы» дегенде, Алла Тағала тағы да ла иляха иллалла деген. Сонда Мұса алейхиссалам, неге бұл ла иляха иллалланы айта береміз дегенде, таразының бір жағына бүкіл жер бетін, дүние, барын, тірісін, өлген, аруағын бәрін қойса, екінші жағында ла иляха иллалланы қойса, онда ла иляха иллалла бәрінен асады деген.
Алматыда мерекеге барсам сапар деп ұйқылама дейді. Әлбетте сапардасыз, жолда да сапардасыз. Сапарды дұрыс білгендеріңіз дұрыс. Жақында босандым, больницада кіндігін үйге алып келген едім. Қызым байқалса мусорға тастап жіберіпті. Қызым ұрса ойымнан кетпей қойды дейді. Кете берсін, мусорда ештеңе етпейді, уайымдамаңыз. Баланың кіндігі, тырнағы, тағы бір нәрсесі, тура сол сияқты адамның тісі, протезі мусорға бармағаны жақсы. Бірақ адамның тәрбиесі жоғары тұруы бәрінен жоғары болады. Адамның, балаңыздың тәрбиесін бастаңыз. Адал жеп, адал тұрыңыз. Мынандай бір жақсы ұлағат бар. Баланың тәрбиесі жаман болса дейді, қандай жақсы ұстазға берсең де пайдасы болмайды дейді. Мәселе осыда. Қараңызшы, балаңыздың тәрбиесі жаман болса дейді, қандай мықты ұстазға берсеңіз де балаңыздан пайда болмайды дейді. Жолдасым 5 уақыт намазы оқыса деймін, жолы болмай жүр, не істесем болады? Алладан сіз сұрап дұға қылыңыз. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату вассалам бүкіл адамдарға дұға қылған, үмбетіне дұға қылған. Тура сол сияқты сіз де дұға қылыңыз. Құдайға осы айтқаныңызды тура Құдайға айтыңыз. Я Алла, менің жарымның жүрегін ашып бер өзіңе. Я Алла, балаларына қамқоршы болсын. Я Алла, маған адал болсын. Деген сол. Сәлеметпен суға кетіп табылмаған адамға Құран бағыштауға бола ма дейді. Болады. Құран бағыштау үшін өлу не обязательно? Біздікілер өлген күтеді, Құран оқысан, өлген жоқсың ғой дейді. Сен өлгеннен кейін оқиды. Жоқ, оқи бер Құран. Құран тұра береді, сауабың. Кейін барады бұйырса. Тахаджуд намаз жайында айтыңызшы. Тахаджудты қиямул лейл дейді. Қиямул лейл бұл пайғамбарлардың намазы. Пайғамбарларға уәжіп болған, сіз бен бізге міндетті емес. Пайғамбарларға міндетті болған намаздар, қатарына жатар. Бір проблеманы шешкіңіз келе ме, тахаджудпен шешіңіз. Пайғамбарымызға бір адам келіп, қатты түстер көрем, жаман түстер көрем, қиыншылықта жүрем деген естейін дегенде тахаджуд оқы деді. Біреу қорқынышта жүрем деді, тахаджуд оқы деді. Тахаджудпен шешіңіздер. Тахаджуд намазын 41 күн оқысаң, былай ғой, жақсы. Бірақ мәселе былай да, тек қана 41 күн оқыма, ниетті дұрыс қоймаңыздар. 41 күн оқимын, соң мына вопрос шешем. Жоқ, сіз өлгенше оқимын деп ниет қылыңыз. Неге ниет қыласыз? 41 күн. 41 күннен кейін Құдай керек болмай ма не? Жоқ. Әрдайым Алла тағала сол 41 күн беруі мүмкін. 41 күн беріп, сізді сол проблемаңызды шешіп беріп, содан кейін арға Құдайды ұмытып кетсеңіз, ең қасірет сол. Мысалы, сіз бір мақсатқа жете алмай отырсыз. 41 күнге ниет қылдыңыз, 41 күн тахаджуд оқыдыңыз. Алла саған береді соны, тілеуіңді бос қалдырмайды. Бірақ 41 күннен кейін сол тахаджудты қойып кетсең, өмірдің соры ең біткен төмен жағдай сол болады. Түсінікті? Неге? Өйткені Алла тағала сондай ақылға келеді. Мен ана имам Ағзамның оқиғасын айтып бергенде, тура соны және бір оқиға бар. Бір кісі бір жерге ақша қазып көметті, қайда көмген білмей қалады. Сосын оған кеп сұрайды, ғалымнан не істейін дегенде тахаджуд оқы депті. Сосын имам Ағзам да сөйтіп айтқан, бұл келіп тұр, дәрет алып, енді оқып таң атпай келеді. Тауып алдым ақшам дейді. Сөйтсе жаңағы айтты, қанша рақатта есіңе түсті депті ғой. Сөйтсе Аллаху акбар деген есіме түсті. Әлі намаз бастаған жоқпын депті. Үйткенде уже есіме түсіп кетті депті. Сол кезде ана ғалым айтады дейді, біліп едім, шайтан саған оқытпайтын, бәрібір біліп едім депті. Тура сол сияқты біліп едім. Сіз 41 күннің намазын тастап кетсеңіз не болады? Мәселе осыда. Жолдасым талақ деп WhatsApp-қа жазса есептелеме, қайтадан неке қию керек па дейді. Бұны фатуа кезеттен нақтылаңыздар. Бұл жерде қаралады. Жай талақты айтты ма, сізге айтты ма, талақ бергендігін айтты ма, жай әшейін талақ деген сөз не, мысалы, талақ деп тұрды, басқа ештеңе жоқ. Ол әшейін талақ деген не деген сұрақ шығар. Сіз білмейсіз ғой, саған талақ берілу керек. Осы сәтті мәселенің бәрін нақтылайды да. Ассалаумағалейкум ұстаз, біз арақ тойларға бармай жүрміз, бірақ туысқандар ренжіп жатыр. Сіз алдын ала барыңыздар, Торғынтай, содан кейін барыңыздар. Тойдан кейін қалай жақсы өтті ма, біз келе алмадық деп, тойдың ақшасын беріп, содан кейін ой рахмет міне деп сөйтіп қойсаң, сенен жақсы адам болмайды. Не ғылым, елдің бәрі алкаштар мысалы айтайық, 50 мыңнан жинаса, сен 100 мың беріңдер, жағдайларыңа жетсе. Бірақ оған жетпесе, онда тілменен, тілді Құдай не үшін берді? Сүйексіз, жақсы сөз сөйлеп айт.
Как быть? Посоветуйте, пожалуйста. Замужем, еще беременна, зарегистрированы официально, ники не дали, хотя сам читает намазы и кольца не одел. Вообще, знаете, по исламу такого понятия, как такого кольца одевать девушке, такого нету. Делать предложение, имя само по себе надевание колец. Почему? Потому что мужчинам разрешается иметь до 4 жен. Если ей будет 4 жены, при этом 4 обручальных кольца, как будут одевать? На 2 пальца сюда, на 2 пальца сюда, или как в один палец все надеемся и 4? Как это получится? Поэтому такого понятия нету, но относительно того, что никах есть, никах нет, это совсем другое полушарие, можно сказать. Никах должен быть обязательным. А относительно светского никах, если там соблюдены законом установленные Аллахом условия, при этом никах будет считаться у вас достоверным. То есть считаться будет состоявшимся. Менде бір жағдай болған. Бір сумкада киімді жоғалтып намазға тұрып 2 күн тілеп, едім қатты бір адам келіп тұр ғой, кәдімгі тауып алдым деп біреу лақтырып кетті. Тап солай, иә. Үлкен қарыз болса қандай дұға оқу керек? Енді дұғалардың түрі көп, бәрін айтқанмен қазір жата алмайсың. Ең удобный, ең қысқасын айтайын, астағфирулла деп айта бер, болды. Бірақ жұмыс істе, жата берме. Сәлеметсіз, намаз оқымайтын адам тахаджуд оқыса бола ма? Болады. Мен түсімде үлкен кіші қара құрт өлмекші көрдім, 15 шақты екен, байисың. Қара дуадан қалай құтыламыз? Құрандағы Фалақ Нас сүресін оқи беріңіз. Дұғаның тез қабыл болуы неден? Дұғаның тез қабыл болуы таза тамақ жерден, адал тамақ жерден. Және ішкі ниеттің таза болуынан. Осы екі нәрсеге байланысты. Бірақ ішкі ниет көбінесе адамның аузынан пайда болады. Ауызға кірген нәрседен және ауыздан шыққан нәрседен. Енді жақсы, одан да жақсы өтірік айтпа деген екен. Bir ғалымнан сұрағанда дұға тез қабыл болсын не істеу керек дегенде өтірік айтпа деген екен. Америкада жүрсіз бе дейді? Иә, Америка құрама штаттарында, Вашингтондамын. Анам қайтыс болды, тұмар шықты сумкасынан, не қылса болады? Тастаңыздар, суға ағызып тастаңыз. Түсінде президентімен жүрсең, жақсы адам боласың, Құдай қаласа. Қасын жылуға бола ма? Болмайды. Балам 4 жас 10 айында дүниеден өтті, шетінеді дейді қазақта. Киім заттарын қайтсен болады. Алам деген адамға беріңіз, алам деген адамға. Бірақ жақсы киімдерін беріңіз, қалған киімдерін енді көрерсіз. Тастаса болады. Қыз баланың кесірінен әкесі, аға, інісі тозаққа кіріп кетуі мүмкін деген рас па? Мысалы, кәпір болса. Жоқ, кәпір мәселесінде емес. Бұл жердегі мәселе қыз, кез келген қыз көшеге шыққанда 4 еркектің абыройын алып жүресіздер. Неге? Қыз тәрбиесіне көбірек мән беріледі. Өйткені кез келген қыз 4 еркектің абыройын басына салып жүреді, мойнына. Біріншісі ол оның әкесі, екіншісі ол оның баласы, үшінші күйеуі, төртінші бауыры. Осы 4 еркектің абыройы, төртеуі де жауапты болады осы әйелге. Енді жауапты болады деген сөз ұрып, соғып, адамды жетектемейді, бірақ үйрету тәрбиесі бар. Түсінде үлкен дәрежесі не болады? Түсінде үлкен дәрежесі үлкен қателік, күнәға ишарат бұл. Адам нәжас жегені, демек нәжас сөздер сөйлегені ғайбатқа ишарат көбінесе. Жолдасым кейде мысқылдап көп сөйлейді, кейде көңіліме алып кешіре алмай қаламын дейді. Енді кейбір адамдар болса, бұл қатты сөйлеп, қалжыңдап біреудің жүрегіне тигізеді, бұл жақсы нәрсе емес. Енді сіз кең болсаңыз, кең болмайсыз. Өмірімді өзгертейін десем қорқамын. Бұл сезім Алла тағаладан ба, әлде шайтаннан ба? Қорқып апатияға түсіп, түк істемей жүремін дейді. Бұл шайтаннан болады бұндай нәрсе. Оқыңызшы дейді. Мен 2 жыл болды. Күнде таңғы 4-5-ке ешкім тиіспей оянып қалам. Неге екен білмеймін. Намазға бару керек па? Енді періштенің өзі оятып отыр ғой сені. Өзің мүфтидің қызы екенсің. Намаз оқы деп отыр саған. Жазып қойыпты, мүфтидің қызы деп. Сондықтан айналайын. Оқы.
Больницада жатырмын. Түсімде қабырға басып қалыпты. Астынан әрең шықтым. Нені білдіреді? Күйеуді білдіреді. Уалейкум ассалам, Русантай. Қалай жақсы малтын бауырым. Салафит дегені. Салафит, бүгіндегі біз көріп жүрген салафиттер бұл ағымдар. Негізі салафит деген түсінік исламда бар дүние. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманындағы, одан кейінгі сол 4 ғасырдағы замандағы адамдар салафит болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан еруші болған, таза болған, салафи салихиндар дейді оларды. Ал енді кейінгілер өзін салафиміз деген сияқтылар, қазір айтып жүргендер космонавтпын деген сияқты дүние. Космонавтпын десе бола ғой дейміз, қарсы емеспіз, жақсы, бұл арманға жет дейміз. Бірақ салафит деген тек қана исламды қорғадым, ақиданы қорғадым, таухидқа алып келдім деген салафиттік болмайды. Салафиттік деген сөз осымен бірге мінез, арақатынас, бауырмашылық, достық, басқаларды жек көрмеу, осының бәрі менен өмір құралады. Неге біздің ортамызда үлкен дау көп? Өйткені олардың адасу үшін қазір біз оны адасқансың, сен кәпірсің, сен тозақпын деп айтпаймыз. Әркімнің өзінің сенім наны бар. Біздің елімізде сенім бостандығы бар. Бірақ радикализм, мемлекетке қарсы шығу, біздің салт дәстүрімізге қарсы шығу, ертең ортасына ірткі салу, тек қана менікі қабыл болады, сендер тозақсың деп айту, бұл өте проблемный нәрсе. Салафтан қыз алсақ бола ма? Болады, беріп жатса ала бер. Бірақ кішкене құдай жекжат болып сыйласқан мәселеде сәл дұрыс проблема болып қалатын шығар. Өйткені олар сен салтыңды қабылдамаса, киіт деген исламда жоқ деп лақтырса, дастарханда бата қылмай тұрып кетсе, аумин деп қой алып келіп қойға аумин деген, ал енді құдалар аумин деңдер деген кезде бата қылмай қойса, қалай болады? Сондай келіспейтін, бұның бәрі бидағат деп қарсы шықса, салафитпен құда болу қиындау ғой. Сондықтан қиындау. Тең-теңімен, тезек қабымен деп бекер айтпайды да. Түсінде шекет көрсең, оны сатып алып жатсаң, нені білдіреді екен дейді. Енді біздің елімізде бұны сәл денсаулыққа жорық болады, бірақ негізі ғайбатты білдіреді. Өйткені Құран кәрімде де шекет, жаңағы адамның етін жеу, сол нәжас нәрсені білдіреді. Келін енесінен ақша сұрап, 1 жыл, жарым жыл болды, бермеді. 2 айда беремді, қарыз болып саналады ма? Саналады қарыз болып. Қарыз болып алдым десең, қарыз болады. Балаң бола ма, шешең бола ма, кім болады? Қарыз деген сөзді қарыз деп айтылды ма, қарыз болады. Кейін мынаған жатқыза сал деген әңгіме жүрмейді. Түркістан шипа болсын деп жол ашу үшін бару смысл бар ма дейді. Жоқ. Жолды Түркістан ашамайды. Түркістан тұрмақ жолыңды Мекке ашамайды. Меккеге барып өзгермесең, өз жолыңды өзің ашасың. Досым қайда кетті? Әкем қайтқанда 1,5 жыл болды. Құрбандық шаламыз ба, шектік береміз ба? Жағдайларың келсе, құрбанда шаласың, шектікте бересің. Жағдайың келмесе, онда бір қойға шамаң жетіп тұрса, онда құрбан шалғаның жақсы. Егер қарызың көп болып өзің әрең жүрсең, екеуін де соймай ақ қой. Аға, намазға қалай тез келуге болады? Тез дәрет аласың, тез келіп аласың. Болды. Созсаң соза бересің. Әні келем, міне келем, мынандай дұға оқимын, мынандай. Алладан жәрдем сұра. Салауатты көбірек айт, зікірді көбірек айт. Намаздыға адамның келмей жүргені, әні келем, міне деп жүрген, ол оның пендешілігін көрсетпейді. Алла тағала бұны қаламай жатқандығын көрсетеді. Алла сені бұл жолға жолатқысы келмей жатқандығын көрсетеді. Мәселе сода. Тахаджуд намазын, таң намаздан жарты сағат қалғанда оқуға бола ма? Жарты сағат қалғанда оқып бітірген дұрыс болады. Меккеге барғанда өзгере ме иманы дейді? Өзгереді. Біз көбісіміз қажылыққа барып жатқан көп адамдар өзгерді. Намаз оқымағандар оқып кетіп жатыр. Мына әйелімен ұрсып жүрген, семьясында дауылы болып жатқан, ажырасудың алдында тұрған семьялар Мәдина қаласына барып, Мәдина махаббаттың қаласы. Пайғамбар саллаллаху алейхи жатқаннан кейін бұл махаббаттың қаласы. Пайғамбар саллаллаху алейхи джентльмендіктің, нағыз мұсылман еркек қандай болу керек екенің символы болған біз үшін. Сол үшін ол Мәдинаға әйелін алып баруға өте дұрыс. Әйел адамдар шошаң етіп өзі жалғыз барғаны, әйелдерін тастап кеткен еркектер бірге барыңыздар, сол жерде бір-бірлеріңізге мейірім, жақсы ұстаздар барады біздің қажылық группаларда. Сол ұстаздардың уағызын тыңдап, әбден иманыңыз әректалып келеді. Халықтың сеніміне кіріп, мүгедек жандарға сбор ашып, соңында ақшаны өз қажеттеріне жұмсайтын блогердің шариғи үкімі қандай болады?
біреудің ақысына кірген болып есептелінеді, біріншіден. Екіншіден, әу баста ниеттің дұрыс болмағандығын көрсетеді. Үшіншіден, заңды бұзғандығын көрсетеді. Қай заңы, өйткені барлық нәрсе бізде заңның шеңберінде болу керек. Одан кейін Құдайдан қорықпағандықты білдіреді. Болды, анау деп, мынау деп емес, пендешілік, жаңағы арамдық, арампиғылдық деген дүниені білдіреді. Үлкен арам. Өкінішке орай біздің халқымыздың осындай арқылы сенімі бұзылады да басқаларға. Баяғыда біреу атпен түйемен атпен келе жатса, біреу су деп су сұрап тұрған екен. Сонша түйесіне атынан түсіп, суын алып беріп, екінші қоржын ашып, тағынан берейін деп қоржынды қарап атса, анау жаңа су деп атқан адам өтіріктен алаяқ екен, алдапты да аттың үстіне мініп шауып қашып кетті. Сонау артынан жүгіріп барып жатып айтады дейді ғой, айналайын, айналайын деп айтнез, мен түйемді атымды ұрладым деп айтпашы ешкімге деп. Неге деп анау сұраса, екінші су сұрағандарға, шын мұқтаж адамдарға адам сенбей қояды деген екен. Сен сияқтылардың кесірінен адам мына қайырымдылық жасауды қояды деген екен. Тура сол сияқты сондай Меккеге апарып алдап, елден сбор ашып алдап кеткендердің кесірінен адамдар қайырымдылық жасауды қойып қалу ықтимал. Ақшам парызын ал, енді шариғат бойынша әлбетте оның жазасы заңға тартып, жауабын тарту енді. Енді ұрлықта біз ислами үкімде емес, мемлекеттік емеспіз ғой. Бірақ бұндай үкімдердің енді жақсы емес. Ақшам парызын оқып, сүннетті оқып тұрғанда, құптан уақыт кірсе қалай болады ұстаз? Қабыл болады, иншалла. Тез оқып бітір, сонымен бітеді. Жартысынан асып кеткен болсаң, бітіре бересің бәрібір. Аға, менің күйеуім екінші әйел алды. Менің өмірім күрт өзгерді. 6 балам бар. 17 жасымнан алып қаншама әулиеке анасына қызмет еттім, өтті. Қызметім өтті. Аға, қандай кеңес бересіз, ажырасайын десем балаларымнан обал бола ма деймін дейді. Мен қазір жауап беремін, Меруерт қандасым, бірақ басқа біреуді ешкім тыңдама. Мына жерде қазір мен айтып біткенше шыдай алмай ақыл айтатындарды тыңдама. Ондай бай құрсын, не қыласың оны деп айтатындар бар, өшіре шыдай алмай отқан әйелдер, кейін өзіңе де жазып етіңді, тыңдама оларды. Бірінші мен тыңда. Біріншіден, қандасым, мына істеген еңбегіңдің өтемін қайтаруын Алладан үміт ет. Сен адам үшін істеме. Сендегі мына өкпе, реніш не үшін білесің бе? Біздің бәрімізде адамзатта өкпе не үшін? Өйткені біз адам үшін, ответ үшін істейміз. Мысалы, мен саған жақсылық жасасам, сен маған жақсылық жасау керексің. Жоқ, бұл алыс беріс дейді бана. Мен жасайым Алла үшін, сенен жауап күтпеймін. Сол кезде ғана менің өкпем орнына түседі. Сонда ғана менің ренішім ешқашан болмайды. Бізге ешкім қарыз емес деп түсіну керексіз. Балаң да қарыз емес деп түсін. Түсінікті? Сонда өмір сүру жеңіл болады. Енді сіз күйеуіңе қызмет қылдың, 17 жыл, 17 жасынан келдің де жаңағы не істедің, енеңе қызмет қылдың, оны өлтірдің, ол өлді, өлгеннен оны шығарып салдым, оның бәрін кірін жудым, боғын жудым деген керек жоқ ондай әңгіме. Істедің, сен жақсысың, сен әулиесің. Сол жаңа өсіріп жатқан төрт балаңды Құдай қаласа бағын көресің, жақсылығын көресің. Құдай өмір берсін. Күйеуің өзінің істегеніне өз жауап береді. Екінші айтайын дегенім осы, мынау ашуланып, осындай ызаның үстінде тұрғанда, мына адам ашуланып тұрғанда, қатты қуанып тұрғанда, қарны аш кезде шариғат айтпасын дейді. Неге? Өйткені қателесіп кетуі болады. Қуанып тұрып, бір нәрсе ойына, бір нәрсе, тура сол сияқты ашуланған кезде дұға қылмасын дейді адам. Осы қатты қуанып тұрған кезде байқа аузыңа бір жаман бір нәрсе түсіп кетпесін аузыңа дейді. Дұғаң қабыл болады жаным. Сондықтан жақсылы жаманды сол балаларының әкесі. Енді шариғат бойынша әйел алу үкімі бар. Оған ешкім қарсы емес, бірақ бірінші әйелдің рұқсаты, ризалығы, сондай халге жетіп, оны қорламай, оны абыройын төкпей, сөйтіп алса бір сірә. Ал енді кішкене сабыр қылсаң, орнына түседі жаным. Құрбандық шалып бәрін таратқан дұрыс па? Әлде бір бөлігін алып қалуға бола ма? Алып қалсаң болады. Мен түсімде тірі сіңілімнің топырақтың астынан жерді қазып бетіне шығып жатыр. Оны қалай дейді? Түсімде тірі сіңілімнің топырақтың астынан шығып жатыр дейді. Тірі адам қабірден шығып жатқанын көрсе, сіз айтқандай, солай шығар, мен солай түсіндім, кішкене былай ұйқастырып жазбап, сіз солай деп түсіндім. Тірі адам қабірден шығып жатқанын көрсе, уайымдағы басына проблемасынан құтылады. Скорее всего, қарызы бар.
яки бір сол қарысынды дүниесі бар, содан құтылады. Салмақ болады. Жүктілік кезінде қайсы сүрені оқып жүрген? Фатиханы оқыңыз. Қыз туа бересің дейтін еркектерге бір нәрсе айтыңызшы дейді. Мен аккаунтымда бар деймін, жаңылмасам айтқам. Алла тағала қызды берген жерге береке береді. Қыз туылғанды мақтаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте жақсы нәрсе. Бірақ адам жақсылықты ұлдан көре ме, қыздан көре ме, оны Алла біледі. Қыз деп төмен түсірмеу керек. Қарызды тезірек жабу үшін дұға айтасыз ба дейсің ба? Аллахумма аузу бика. Я Алла, мен сенен көмек сұраймын, жәрдем сұраймын, мен саған сенен пана сұраймын. Маасами уал маарам. Қарыз болып қалудан жәрдем сұраймын. Енді бұндай дұғалар өте көп, бірақ сіз ең жақсысы нені оқи беріңіз. Астағфирулла деп көбірек айта беріңіз. Күндіз түн айта беріңіз, сыбырлап ішіңіз. Бірақ елдің көзінше айта берме де, көрсетіп. Шын айтсаң, қарыз жабылады. И Фатиха сүресін көп оқы. Асылы бөлген адам мәңгі дозаққа кете ме, әлде күнәсі жуыла ма? Күнәсі жуылғанша болады деген сөз бар. Мәңгі тек қана Аллаға серік қосқан және біреудің ақысына кіріп, соның ақысын бермей келгендер. Жолым болмай кетті, өз-өзімді таба алмай жүрмін, біреудің бір жолымды жауып тұрған сияқты сезім дейді. Намазбен дос болыңыз, намазбен дос болсаңыз өміріңіз ашылады. Алланың ислам деген сөзді айтын болсақ, діннің 5 парызы бар. 5 парыздың біріншісі Аллаға сену, екіншісі 5 уақыт намаз оқу. Алла тағала өзі маңызды болғаннан кейін намазды екінші орынға қойып отыр. Неге? Өйткені намазына ие болмаған адам басқасына ие бола алмайды. Құран кәрімде Маун деген қысқа ғана сүре бар. Сол қысқа сүресінде фавайлул лил мусаллин. Намаз оқыса да, намаз оқығандар, намазы бірақ немқұрайды оқығандарға уайыл болсын деп Алла қатты айтады тозақтан. Тілі кеш шығып жатқанға не қылса болады? Құран үйретіңіз. Құран үйретсеңіз жақсы болады. Құран ем болады. Ұлымның тұсауын кесіп бере аласыз ба? Құдай қаласа, мен енді сапарда жүрмін Америкада. Қазір Вашингтон қаласындамыз. Бұйырса содан кейін келгеннен кейін. Аллаға серік қосу дегенді түсіндіресіз бе? Аллаға серік қосу деген сөз Аллаға сыйынып, Алламен бірге тағы да бір нәрсеге сыйыну. Осыған Алла не деп айтады? Серік қосу. Чуть-чуть көмек сұрасаң да серік болады. Ұстаз, ақжігіт былтыр бойымнан мен оқып, бойымнан сиқыр дуа тапты. Әлі жолым түс болмай жүр. Өзім не амал істесем? Намаз оқы. Намаз оқысаң, альхамдулилля, дұрыс болады. Енді ол тазалап берді, ары қарай енді өзің әрекет қылу керексің. Құмар ойынға тәуелді адамға қандай көмек бересіз бе, өтінемін сізден? Құмарға тәуелді болған адамға жәрдем беруге болады, егер ол өзі қоям деген ниеті болса. Құбыла деп қай жақта айтады? Мекке тарапта айтады. Қазір енді құбыла іздейтін заман емес. Қазір қолыңыздағы телефоннан сәжде KZ деген приложениедан бүйтіп басып қойсаң, құбыланы қай жерде екенін айтып береді. Күйеуімнен ажырасып кеткен кезде 9 рет па талақ айтқан еді. Енді татуласып бірге тұрып жатырмыз. Неке жаңарту дұрыс па дейді. Некелеріңіз талақ деген бір талақтан бұзылады. Қалған 9 рет берген болса, біреуінен некесі бұзылды, қалған 8-іне Құдайдың алдында жауап береді. Ал енді қайта тұрып жатқандарыңыз бойынша мүфтияттың фатуа бөліміне жазыңыздар, сүйеден талақ түсті, түспеді, түсінсе қайсысы түсті, қай варианты түсті, қайтатыны бар, қайтпайтыны бар, бидағат талақ па, басқасы ма, бәрін айтып түсіндіріп береді. Нақтылау керек. Бір сөздің, сіздің сөзіңіз, екеуіңіздің сөзіңіз тыңдалады.
намаз оқудан бастауға жауапкершіліктен қатты қорқып жүрмін. Өз ойымнан күндізгі бір намазды кешке өте отырсам бола ма, соны уайымдап жүрмін. Сіз намаз оқығандағы жауапкершілік емес, оқымағандағы күнәсінен қорқыңыз. Сіз оқи бер, бастай бер қарындасым, баста. Қош келдіңіз Филадельфиядан. О, машалла. Фила жақсы қала. Біз енді бірақ Филаға бара алмайтын шығармыз. Осыда біз тек қана Вашингтон, Сан-Францискода боламыз. Нью-Йоркта болу керек, жаңылмасам. 2 жасқа толады жақында ұлым дейді. Ұйқыдан тұрса тұра сала жылай береді. Жұбату қиын, ауру, сырқау жоқ. Аллаға шүкір, әлде шошума дейді. Иә, бұған дұға қылу керек, дем салтыру керек. Енем отбасымыздың үй алам деп жинаған ақшамызды алып қойды. Өзіне үй алып атына аударып алды дейді. Біз қиналып үйсіз қалдық. Ажырастыра жаздады тағы да. От салды. Қызы бәрі от ақымызды жеген болып санала ма дейді. Мен сөзімді алып алып, сыр жерін қиып алып тұрып, сырын енеңе сал жіберейін деп бердің. Мен видеомды қосып тұрып, содан кейін ол түсініп алып, мына Нұрлан имам деген құтырды, бүйткенде бүйтті деп, оны мен оған қайрап салып, соң енең мені көрмей, мені қарғап, бәріміз сөйтіп, соң не пайда бар? Бұлай алтын. Сенің күйеуіңнің қосқан анасы, иә, көп аналарды енді ана деп қорғаймыз. Бүгін өзі аналар күні, елімізде Қазақстан солай шығар. Бұл бір. Екіншіден, сол балаңызды, сіздің жарыңызды дүниеге туып, босанып, оны өмір сыйлаған ол анасы 2. Иә, небір аналар бар. Екінші жағында айтайық. Балаларын қызғанып, келіменен ортасын қарсы қойып, бір-біріне зияндық жасап атқандарды өте көп, оны білеміз, ол рас. Бірақ айтпақ болғаным, бұл нәрсе сәл дұрыс нәрсе емес. Балаңыздың бақытына мүмкін көп жақсылық жасау керек шығар. Ал енді келін айналайын, сен ортаңа олай не салма. Дем салма. Руқия деген кім дейді? Руқия деген егер адам ретінде сұрасан болсаңыз, ол дем салатын адам. Сол арнайы оқиды. Балаға арналған қандай дұға оқысам болады? Жолы ашық болуына. Балаңызға намаздан кейін дұға қылыңыз. Әмән үстәғину би сабри ва сала. Намазбен сұра деп тұр Алла. Алимент талап етсем, балам кімнің жолын жабан ба дейді. Өз жолын жабан ба, 3 жылдай ажырасып кеттік дейді. Ашасың жолыңды. Баланың жолын ашасың, ақшасын алсаң болады. Таң намазды оқып жүрмін. Қалған уақытта жұмыста болам, мұғаліммін. Не істей айтасыз дейді. Намазыңыз қабыл болсын. Кешке үйге келгенде түнде намаз, таң түнде қоспайсың. Түнде күн қоса бермейсің бе? Күндізге 2 болады. Сол 2-сің, 3-сін қосасың, иншалла үйленесің. Баламның тілі шықпай жатыр, жасы 2,5-да, не істесем болады? Дәрігерлерге көрсетіңіз, дефектологқа көрсетіңіз, детский невропатологтарға көрсетіңіз, жақсы витамин тамақты беріңіз, развивашка дегендер бар, соған беріңіз, дарыту, дамыту орталықтары. Одан кейін дем салдырыңыз балаға. Егер Астанада болсаңда маған хабарлассаңыз, қосымша тілін тартып беремін. Түсімде Меккеде Мұхаммад саллаллаху бірге намаз оқыдым. Машалла, құттықтаймын. Енді сол түс болып қалмасын, өңге өтсін енді. Намаз оқы. 40-нан шығару жайлы айтыңызшы, толық күн болу керек пе? Балаға 40 күн болу керек. Тіріге баланың, тірі адамның 40-ын тура жеткізіп береді. Баланың, қайтыс болғандардың жеткізбейді. Жолдасым намаз оқып жүріп тастап кетті, оқыта алмай жүрмін дейді. Сізде де қателік бар деген сөз. Сізде де Алланың жүрегіндегі, Аллаға деген жүрегіңіздегі махаббат сәлі бәс төмен деген сөз. Бәс. Сол пәстіктің өздікін көтерсеңіз, Алла, өзіңіз Құдайдан сұраңыз, Құдайым жүрегін аш деп сізге болады. Еркектің намазға деген, ғибадатқа деген махаббатын оның жары ашады. Еркектің жұмысының жолын не әйелі ашады, не әйелі жабады. Екеуінің біреуі.
қылған болса, кәсіп, нәсіп, бақ жолын жасалған аштыру керек оны. Базарларда сатылған тауық парма, перма, гөші халал бола ма дейді. Енді бұлай ғой, біз маман емеспіз, халал харамды тексеретін, бірақ қалай болғанда да бізде вариант көп. Сол тауықтың көштін жемесең де өліп қалмайсың, өліп қалмайсың. Сол тауықтың көштіне халалдығына күмәнің болса, лучше жемей нан же. Дегендер көз қарасын харам болады. Кім болашақты кім біледі, Аллахтан басқа ешкім білмейді. Жол ашатын адамдарға сенуге бола ма дейді. Дұрыс емес пе дейді. Олар өздерінің жолын өзі ашамай жүрсе, сен жолын қалай ашады? Әмір Темір атамызға уәзірге айтыпты, біздің қалада жынды бір жол ашатын, болашақты білетін бір біреу кепті депті. Сонымен сіз кездесіп бір біліп алмайсыз ба, келешегіңіз не болады десе, шақыр деген екен. Сонымен ертесіне кіріп келгенде жендетке айтты, кірген кезде басын чап депті. Жарайды, патшаның кірген кезде басын чапса, елдің бәрі таң қалып, ой, ең мықты балшының жол ашқыштың басын чапсадыңыз ғой дегенде. Ол өз жолын өзі аша алса, егер қатты білетін болса, бәрін білсе, мына жерге кірген кезде өлтіргенімізді, өлтіріп қоятынымызды біледі ғой, неге ол келеді? Значит, жолын ашамаған біреу деген екен да, сол сияқты. Ол жолын ашса сізге сондай істейтін бе еді. Адамның жолын ашатын Алла, барлық нәрсе Алладан. Бірақ адам өзі әрекетін өзі жасайды, өз қолымен өзі жасайды. Ақжігіт деген кісі сториста айтқан кісіме тап солай. Имплант салуға қалай қарайсыз? Дұрыс қараймын, күшті қараймын, салу керек. Салдырыңыздар, әйелдеріңізге салдырып беріңіздер. Аруақтар біз үшін алаңдайды, уайымдайды деген, қорғам, қамқор болады деген рас па? Енді біз сенеміз солай деп үміт қыламыз, иншалла. Бізге дұғашы, сене бізге уайымдайды деген сөз дұғашы болады. Енді балаларының кімге имам Хусейнді өлтіргенде Али көрінді деген сөз айтылады, елдің ішінде түсінеріне кірді деп. Сондай мәселе болуы мүмкін, Аллаху алам. Алланың құдіреті жеткілікті. Күйеуімнің жолу ашу деген қалай болады? Күйеуіңіздің жолын ашу деген сөз әйел адам намазымен, құлшылығымен, ғибадатымен, дұғасымен, тілегімен, еріне деген құрметімен, оған деген шынайы махаббатымен ерінің жолын ашады, яки жолын жабады. Әйел адам еркектің артында тілеуші, қамқоршысы болса, еркектің нәсібі жазылады, ауруынан да жазылады. Кейбір әйелдер шыдамай ауруын тастап кетіп отыр ғой. Аюб алейхиссалам ауырған кезде Рахима әйелі көп жалынып дұға қылып, Алла тағаладан шипа сұрауына себепкер болған кісі деп айтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да бірінші Алладан хабар алып келген кезде үйіне келіп заммилуни, мен үстімді жапшы, тоңдым деп үстін жаптырған кезде әйелі келіп Хадиша анамыз қамқоршы болып үстін жауып, соған пана болған. Сол үшін ислам тарихында, жалпы мұсылман тарихында ең бірінші тілін калимаға келтіріп Құдайға сенген адам ол Хадиша болады пайғамбардан кейін. Сондықтан еркек адам емес, әйел адам Хадиша болады. Сондықтан еркектің Құдай қосқан жары жақсы болса, өмірінің көп жақсылығы жеткен болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда дүние бір қазына болатын болса, сол қазынаның жартысы жақсы әйел бар адамдікі деген. Жақсы әйелі бар жігіт жасымайды, жауына ішкі сыры ашылмайды. Әйелі ер жігіттің жақсы болса, неге көңілің судай тасымайды деген. Енем дуа жасаса, как забыть? Баласына қарады, забудь. Жүкті екенімді білдім. Күйеуім біледі, бірақ қазір бірге емеспіз. Неке бар, алдырма, қайтып кел дейді. Не істегенім дұрыс дейді. Алдырма, бар қайтын. Дұрыс айтады. Қайтыс болған анамды түсімде көрдім. Жан тапсырған жерінде жатып көзін ашып, мен тірімін деп жымиды дейді. Жақсы балалардың ары қарай жақсы амалда сенің құлшылығыңмен жалғасып жатқандығы, машалла. Аға, намаз оқығым келіп жүр дейді. Қалай бастарымды білмей жүрмін. Сол білгеніңмен кітапқа қарап бастай бер. Қол бос кезде мешітке барып қосымша үйрен. Әйел адам жаман болып шықса не істейміз дейді. Ары қарай өмірін жалғастырып, сол жаман әйелді жақсы қыласын.
сауаптың сауабы бірге сенікі болады, қолын ұстап жәннетке бірге кіресің. Еркек адамның әйелінің жаман болып шығып, одан ажырауына қарағанда, сол әйелді ары қарай тәрбиелеп, қоғамға өзіне қайырлы қылуы жихад Алла жолында соғысқаннан ауыр болады. Паническая атака жайлы. Паническая атака деген иманның әлсірегені болды. Алладан ұзағандықты білдіреді. Бала туылғанда періште соғама, біреулер айтады шайтаннан дейді. Ана жамбасының түсі көгеріп қалған тұсты сөйтіп айтады елдің ішінде. Шайтан соғады деген балаларға екінші бір вариантта сыбиян деген періште жындар келетіндігі бар. Түсімде аю жалбар соңымнан қалмай жүр, нәпсі болады. Түсімде лас жерді көре берсе, ісіңізде, сөзіңізде ластық көп деген сөз болады. Туыс адамдар қайтқан соң орыс ападан дем салдыруға қалай қарайсыз? Чистка дейді. Қателік болады. Егер сол көмек береді деген үмітте болса, ширкке дейін өріп кетеді. Аллаға серік қосуға дейін. Негізі көмек Алладан болады, біліңіздер. Ал енді жаңағы өз дініңнің аяттарын өзің білмегеннен кейін, өз ұлағатыңды өзің түсінбегеннен кейін, дінсіз адамдарға жалыну сондай болып қалады. Құдай неге керек кезде көмектеспейді дейді. Ол жақсы біледі сенің сол жерден көмектессе саған сен бұзылып кетесің. Саған жақсы деп ойлап тұрсың, саған қазір именно қазір маған көмек етеді. Бірақ сен ол шыңдайды. Сені шыңдайды. Содан сен қуаттанасың, жақсы күш аласың. Сен одан талпынасың, ары қарай өмірің жетектейсің, өзің ұмтыласың. Құдай тағала біледі сені сондайға шыңдайды. Баланың мысалы чипсы жегісі кеп тұр. Біреу ол именно чипсы жегісі кеп тұр. Бірақ мамасы сол чип именно керек кезде бере берсе, бала ауру болып қалады, панкреатит болады, язва желудка болады. Сол үшін ол баланы алып қояды, жылатып тұрып. Сосын бала басқа тамақ жейді, өседі, кейін түсінеді зиян екен. Тура сол сияқты. Саған жай ғана мысал логикалық. Сен соқтан сен Алла білет саған. Қазір саған берсе сұрағаныңды, сен басқаша болып қалуың мүмкін. Мамамның қарызы бар екен. Мен жұмыс істеп ата-енеме берем ақша, бере алмай перзенттік вазипам. Оқып үлгеремедім қайда кетті. Перзенттік вазипам деген сияқты ата бере алмай қарызы бар екен дейді. Ақша, перзенттік вазипа алмай, перзенті ғана құттай болса да ақша беру деген сияқты ата-енеме барын бере алмаймын, қарызы бар екен. Түсінбедім, кішкене Мәдина дұрыстап жазғанда дұрыс оқитын едім. Құран кітапты немерем ручкамен сызыпты дейді. Сол үшін кішкентай балаларға кітапты, Құранды бермейді, өйткені ол не қыламайды. Жақсы жаманды білмейді, сөйтіп жетіп қоюы мүмкін. Күйеуім анаша наркотик шегеді, ажырассам күнә ма дейді. Жоқ, ажыраспа. Осы жазған үшін қазір полицейскийлер өздері көріп отыр, сені мониторить етіп, өз жақына кеп қалады участковый үйге. Сержант Пәленбаев деп. Құран спальныйда тұрса не болады? Спальныйда тұрған кітап болады. Бірақ қорғайды, шайтан кіріп кетуден сақтап тұрады деген сияқтылар қате сөз. Үйде серебряный сырға таптым. Достарымнан бәрінен сұрадым. Ешкімдік емес деді. Не істеймін, нені берсе. Не істейсің? Оны тастаған обал ғой енді. Білмеймін, енді біреуге өткізіп жібер, біреуге бер. Ломбардқа өткізді, ары қарай ақшасын жағдай жоққа бере сал. Ассалаумағалейкум, қарызға пайызбен ақша беремін, аздап қате ма дейді. Алла тағала тыйым салған, бұл нәрсеңіз қойыңыз, арам болады. Бұдан тапқан дүние арам болады. Ұл балаға қандай есім қоюға болады? Құнанбай деп қойыңыз. Кенесары деп қойыңыз.
пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көрген аттарын қойыңыз, өзі ұлықтаған Алланың 99 есімінің алдына абды деген сөзді қосасың да. Абдурахман, Абдусаттар, Абдумалик, Абдуқахар, Абдуллахат қоя бер. Спальняға сүре картина іліп қойса бола ма? Болады. Ешқандай мәселе жоқ. Неге мен қиналғанда сол қасымдағы намаз оқитын адам көмектеспеді дейді. Енді адам бәрі сен екеуміз айтқандай бола берсе өмір басқаша болып кетпей ма? Енді бәрі жаңағы Руслан бауырымды сұрап отыр ғой, неге ол жаңағы намаз оқығанмен алдап кетіп жатыр деп. Адам ғой енді ол, жаным. Сен адам намаз оқыса не, адам пайғамбар болады деген сөз бе не? Жұбайымның қасынан орын дайындап қойған бола ма? Белгілеп қойса болады, ештеңе етпейді. Бірақ қазып, үй соққан дұрыс емес. Қарызым көп, қалай құтылам? Қарыз жаман, берка мен түсінбедім. Күйеуіме внимание бөлмейсің, бала бағыспайсың десем, сіздің видеоңызды жібереді дейді. Оғанда внимание жетпей жатқанда енді. Елдің бәріне внимание жетпей бәле болды, қайсың көңілін табамыз өзі. Мынаның көңілін табай десең, мынаның видеосын жібереді, мынаның видеосын табайсың, мынаның видеосын жібереді. Бәріне внимание жетпейді, не істейік енді. Оламның есімі Ғани еді дейді. Абдулғани деп өзгерту керек па дейді. Қаныш Имантайұлы Сатпаев атамыздың шын атын білесіздер ғой, Абдулғани екен. Ғани бай деген сөз. Ғани. Егер тікелей адам ғани бола ала ма? Бай бола ала ма? Болады. Неге болмайды? Бірақ Алла әлемнің байлығы менікі болатын, әлемнің байлығы болатын ол Алла ғана, иә? Сондықтан Абдулғани деп өзгертсе жақсы, бірақ өзгертпесең де бола береді. Вниманияны қайдан аламыз дейді. Вниманияны Аллаға жүрегіңді байласаң, внимание келеді. Ахмед Яр есімінің мағынасын айтыңызшы, ұлы болсам қолғым келеді дейді. Бұның екі мағынасы бар. Негізі бұл сөздің өз мағынасы біреу, бірақ түсіндірмеді екі мағына береді. Ахмад бұл тікелей пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның аты болып келеді. Ахмад, Мұхаммад екеуі бір аттың түбірі бір, мақталған деген сөз. Мақтаудың иесі десек дұрыс болады. Яр енді жар, яғни соның жолындағы деген сөз. Бұл тәжікше сонда қосылғаны жар дейді, серігі десек болады. Ахмад Яр, Ахмад пайғамбарға айтылған болса, айттым ғой, екі мағына, екі түсінік береді. Мағынасы біреу. Ахмадқа жәрдемші. Бірақ қай Ахмад десе, бұл жердегі біріншісін біз аламыз, екіншісін алмаймыз. Біріншісі Алланың елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Ахмадқа, Аллаға пайғамбардың елшісіне Ахмад Мұхаммад болатын болса, соған жар болып соның жолындағы болатын болса, ол дұрыс болады. Енді Ахмадия, Қадияния деген жамағат бар, адасқандар. Егер соның Ахмадия болатын болса, онда ол дұрыс болмай қалады. Соған ниеттеп қойған болса. Имран деген ат бар, жалғау жоқ, өзгерту керек пе? Жоқ, тұра берсін. Жауап бермейді екенсіз. Беріп тұрмын ғой, жаман ойлардан ойым шықпайды. Неден? Жақсы ойдың аздығынан. Аяла деп қойса бола ма дейді. Аяла, дұрыс, аяласын. Жолдасымның екі көлігі бар, жүк және көлік еді. Осыларға зекет беріле ме дейді. Жоқ, зекет берілмейді. Сол жүк көліктен ақша тауып, ол байып кетсеңдер, сол байған ақшаға, обороттағы ақшаға зекет бересің, көліктің өзіне зекет берілмейді. Көлікке зекет берілмейді. Не істеп жүрсіз Вирджинияда дейді. Жерге сал. ақшқа сапармен келдіңіз ба? Қасымда жаңа мына жерде отыр, Әлия ұстазды көрдім. Қосылып отыр менде қазір қасымда ол кісілер. Содан кейін барып жаңағы Жұмахан ұстаз бар, Тимур ұстаз, бәрі осындамыз сапарда. Кеше түнде келдік, енді сізде де қазір 12 сағат айырмашылық бар. Сол жаңа тұрып намазымызды оқып, таңғы ас ішіп, енді міне таң енді атып жатыр бұл жақта. Таң енді атып жатыр. Дала. Енді ғана таң атып жатыр. Содан бүгін бір 2-3 жерге барамыз. Одан кейін ертең негізі кездесулер болады.
мемлекеттік Госдепартаменттің арнайы шақыруымен келдік. Түсіме жылан кірсе жиі дейді. Бұл жылан постоянно деген сөз, әрдайым деген сөзіңіз қанша уақытта кіреді? Аптасына 4 рет кететін болса, сиқырдың белгісі. Жүріп жүрген қызым екеуміз күнде ұрса береміз дейді. Сол ұрыспау үшін дейді. Жолымызды қалай аштыруға болады, кімге барамыз дейді. Сен жасың нешеде өзі? Сен жүргішсің өзі. Ол қызды да жүргіш қылдың. Сен ол қызға үйлен бұратла. Содан кейін ұрыспайтын боласың. Бірақ некі дұрыс емес. Жүргендерің дұрыс емес. Азан шақырып ат қою үшін 15 күн болды, кеш емес па? 40 шыққаннан соң қойса бола ма? Жоқ. Қазір қойыңыз, кешіктірмеңіз. Намазды жинап оқыған қаза болып оқимын, қабыл болады ма? Жұмыста оқи алмаймын дейді. Намаз уақытысында оқылмаса қаза болады. Қазаға сөзсіз сұраққа жауапқа тартыласыз. Бірақ қазасын оқисыз, қаза оқығанда сауап алмайсыз, парыз мойныңыздан түседі. 5 уақыт намаз оқып жүредім, аяқ асты оқығым келмей қалды. Неге екенін жауап беріңізші дейді. Жүрек дүниеге деген махаббат көтерілгенде намазға деген махаббат өше бастайды. Дүниеге деген махаббат жүректе көтерілген сайын намазға деген махаббат көше бастайды. Дүниені өмірімді ұзақ деп ойлаған сайын Алланың намазынан кейінге қалдыра бересің, уақытым бар деп. Жауап сол жерде. Босанғаныма 3 ай болды, намазымды бастай алмай жүрмін. Бұлай ешқашан айтпаңыздар. Егер осы баланың, Ибрахим пайғамбар баланы қатты жақсы көрген кезде Аллах Тағала құрбандыққа шал деген сынақ жіберді ма? Тура сол сияқты намазды ортаға қойып, балам намазын жылжытып оқымай жүрмін, так как балам тыныштық бермей жатыр десең, себебі онда Алла Тағала сол балаңның басына проблема жібереді сіздің тіліңізден. Дем салдырып алыңыз, Жұбатаевна. Түнде ғана оқимын, қабыл бола ма дейді. Күндіз Инстаграм көресің ме десейсің. Күндіз десейсің. Сиратқа қазақтар гүл қоя ма қызғалдақ дейді. Енді суға батқан ағашқа шырпыға жабысыпты деген сөз бар халқымызда. Ішіп тоймаған жалап тоя ма дейді. Әшейінде Құдай демеген сол гүлмен пайда бере ма? Өсіп тұрған гүлді апарып о жерге мұсыр қылып қойғанда не пайда? Сол жерге гүл ексе әйтеуір бір пайдасы болар. Амал дептер жазудың қажеті бар ма? Енді өз-өзіңді тергесең, мына неге мен мынаны істедім, бетсіз деп өз-өзіңе қарап, кешке дейін өтірік айттым, біреуге өтірік комментарий жаздым, арам сөз айттым, біреуге жаман оймен қарадым, біреудің күнә жеріне қарадым деп өз-өзіңе амалыңа қарап тергеп өз-өзіңді оңбаған деп өз-өзіңе ұрыссаң, тоқпақтасаң, онда дұрыс болады. Просто жазып қойып, кейін елдің бәрі күліп, мазақтап сөйтетін болса, не керегі бар? Өз абыройыңды өзің ашып. Амал дәптерін жазудағы негізгі мағына адам өзгеру үшін жазу керек. Кешке дейін кешке отырып алып өзіңді терге. Мен не істедім? Неге істедім мен бұны десең, онда дұрыс болады. Намаз бастағым келеді, бірақ бір нәрсе ұстап тұрады. Оның атын шайтан деп айтады. Оны жаңағы бір нәрсе деп әлдеқандай қылмай, шайтан ұстап тұр деп айта бер оны. Оразаға 2 апта қарызым бар дейді. Сол күнгі уақытымен өтеймін бе? Жоқ, хитрейсің сен. Қыстың күні болса, жаздың күні қалай? Ондай болмайды ғой. Жоқ, қазіргі уақытпен. Мына Тимур ұстаз дейді. Ұстаз красавчик деп жазған жігіт, осы қазір Америка құрама штаттарында Алматы мешітінің, бас мешітінің найып имамы. Керегеге қамшы іліп қою қалай болады? Қате емес пе дейді. Енді қамшыға сыйынып, о құдайым қамшыдым мен деп десең, онда арам болады. Қамшы бір киелі, бұл қамшыдан маған былай нұр кеп тұрады, қамшыдан мынандай нелер кеп тұрады, связь, Wi-Fi мен кеп тұрады бір нәрсе десең, космостан бір нәрсе десең, онда арам болады. Қамшы болып тұра берсе, ұлттық біздің құндылығымыз мұрас, әкенің бір жолы, әкенің бір қамшыдай бір осылай өзін ұстап жүрсін, қамшы ілініп тұрып, осы қамшы бір
аттан қазақ дегенде қамшы шығып қазір қамшымен шығып кетпейсің ғой. Бәрібір әйтеуір қазақтың бір рухын оятатын дүние болса жаман емес, проблема жоқ. Қамшың бар, ешағың жоқ, атың жоқ, не пайдадан? Атың жоқ болса да не пайда қамшыдан? Әйтеуір қамшы болсын деген, ана баяғыда қамшыны лақтырып дат деп сөз лақтыратындай болса болатын шығар. Үйге құстар кіріп келе береді, нені білдіреді дейді. Ештеңе білдірмейді. Есік терезені жауып қойсаң кірмейді. Ашық шығар есік терезе, кіре береді бәрі. Ал енді қарғалар, қарлығаштар үйі салып қоятын болса, оны бұзбаңыздар. Бала шығып кеткеннен кейін жібересіздер. Ал енді өз кіріп келе беретін болса, ешқандай мәселе жоқ. Үйреніп қалған құстар болуы мүмкін. Келе береді. Оны бір періште екен, ол періштеге сәлем беріп тұру керек, оның жаңағы бір нәрсе беріп тұру керек, үйреніп алады, бәрі келе береді. Онда мән берме жаным, негізі өйткені бірақ шын мәнінде кейбір үйлерге, кейбір жерлерге сондай бір үймелеуі мүмкін, бірақ ол қасиеттілікті білдірмейді. Қайтыс болған атамыздың құлпытасындағы өшіп қалған аты жаңартса бола ма дейді. Тасты полны жаңартпайсың, сол тас аты жазылған жерді қырып қайтып өзін жазып қойсаң болады. Ажырасқанмын, жүрген жігітім екеуміз жақсы көреміз бір-бірімізді. Осы менен 2-3 рет қосылып қайта айырылысып жүрміз. Жібере алмаймыз, еркек болып ол да шеше алмайды. Қайтемін, жүрегім қатты ауырды, өзі тағы военный дейді. Байқысмай. Біз оған сеніп жүрміз, ол военный бізді құтқарады деп жүрсе, ол бір сенің етегінен шыға алмай жүр. Не болады онда? Не өзінің өмірін шеше алмайды, не сенің шеше алмайды, не Қазақстанның вопросын шеше алмайды. Не істейміз енді? Ондай военныйда не пайда? Сондықтан ол военный болып киімді позорт етпесін деп айтаған біріншіден. Екіншіден айтайын дегенім, сенікі дұрыс емес. Егер оның семьясы, отбасы, жанұясы болған болса, онда онысы мүлде ақымақтық болады. Ал енді үйленбеген жігіт болса, заңды үйіне барып айтсын, айтпаса оған шарт қойып қуып шығасың. Сенікін арам зина дейді. Тәуба қыл, айналайын қызым. PUBG ойын харам, әлбетте. Уақыт исрап. 15 күн уақытта сапар оқыламай, 14-15 күн сапар болады. Бір жерде 14 дейді, бір жерде 15 деп айтады. Одан асса сапардан шығып кетесің. Ажырасқанмын, алимент төлемеді, бас тарттым, сосын енді қайта беремін бе деп ойлаймын, дұрыс па дейді. Не қыласың енді, бір беріп, бір алып, бір аберін кетіріп, олдан демей берсе мейлі, аузына келгенді сөйлеп, сөйтіп береді, не керегі бар? Жақсы нәрсе емес ол. Көзіме көп нәрсе естиді. Бұл дұғаларды оқып, зікірлерді оқып жүріңіз. 4 жасқа дейін емізсе болып, емізсе арам болсаң күнә болады. Баланы 4 жасқа дейін емізу дұрыс емес. Сапар намазын үйден шығарды оқып шығу керек па дейді. Жоқ. Сапар намазы үйдің қаласынан шығып кету керек, қырасу керек дейді. Қазақта қырасқан. Енді қазіргі мынау знактар көрінбей қалу керек ауыл. Бүйтіп қарағанда, мысалы қаланың шетіндегі, ауылдың шетіндегі соңғы үй көрінбесе, сол кезде намаздың уақыты кірсе қысқартасың деген сөз бар. Сізді тыңдап көзқарасымыз жақсы жаққа өзгерді, Алла разы. Алла жақсы көрілгені. Енді осыны өзгерген бір мәселе, оны ұстап қалу маңызды. Енді сіз намазға келіңіз, намаз, құлшылықты көбейтіңіз. Парадан алған ақшаға садақа беріле ме? Болмайды, арам болады. Шектікті айттан кейін беруге бола ма? Айтқа дейін берген жақсы, өз еребі сол, ережесі. Әкем қайтыс болғанына 40 күнде болған жоқ. Күйеуім тойға барайық дейді. Мен аза тұтып жүрмін. Қалай отырамын тойда? Маған сенің өлтірісіңді таратқан дейді. Сен неге отыруың керек дейді. Енді сен шығып кеттің дегені ма? Барса барыңыз тойға. Күйеуіңіз барам дегеннен кейін барыңыз. Күйеуіңіздің көңілін қалдырмаңыз. Бірақ енді сізде жаңағы барған кезде жаңағы қуанып, ортаға шығып алып көк жүгелейді билемеңіз. Отырып, күйеуіңіз, сіз той үшін емес, күйеуіңіздің көңілін көтеру, ол той болып есептеледі.
кез келген әйел күйеуімен ерегіскенше, күйеуінің айтқан орындап, күйеуінің ризалығын Алла үшін тапсаңыз, сауабыңыз артық болады. Егер бала шетінеп кетсе, оның алдындағы баланың 4 жасқа дейін емізсе күнә болмайды. Бәрібір болмайды. Хаулайни камилайни, толық 2 жасқа дейін емізсін деп тұр. Аят тұр. 2 жастан асыруға болмайды. Күйеуім арқам бар дейді, және түсімде бастырылып қалам дейді. Өзі намаз оқиды. Бастырылу деген не? Бастырылу деген таза жүрмеу. Намаз оқып арақ ішіп жүр күйеуім, не қылсам болады дейді. Алладан сұрап дұға қылыңыз. Ұстазым, Каспиймен садақа берген дұрыс па дейді. Человек маскасы салып отырам, Алла разы болсын. Человек масканы білмейді, мен танымайды екенмін. Соны бірақ ешкім танымайды деймін. Енді ертең қандай болып шығатын Құдай білсін, не деп кетсек масқара болдық қой енді. Енді бірақ бір нәрсені түсініңіздер. Жақсылық берген қол ешқашан өкініште болмаңыздар. Мысалы, сіз бердіңіз, жаңа қайсы алаяққа беріп жүрдіңіз мысалы. Ол алаяқ болып шықты мысалы. Одан көңілдеріңіз ешқашан төмен түспесін. Мейлі ол өзіне пайдалансын. Алла, сіз сауапты Алла үшін бердіңіз. Алла оны жеткізді болды сізге. Керек емес. Мені күйеуім мүлдем еркелетпейді дейді. Ұялады да енді жан. Ол дұрыс нәрсе емес. Төркінге барған сапар, намаз оқылады ма? 2 сағаттық жол арасы, жауап үшін рахмет дейді. 2 сағаттық жолың қанша километр? Сіз аға сондай жақсы адам, жоқ олай емес. Ол қатты мақтамаңыз, керек емес нәрсе. Алла разы болсын, рахмет ниеттеріңізге. Айтып едім, бір шәкірт ұстазына жылап кепті. Жылап келсе, не болды десе, ұстаз деп айтады дейді. Мен туралы жаман өсектейді деген адамдар. Соны естіп жылап, жаман болып тұрмын. Сөйтсе ұстаз сұрайды дейді, мен туралы не айтады депті. О, сізді күшті деп айтады, сондай жақсы адам деп айтады деген екен. Десе, ұстаз да жылап жіберді. Сіз неге жылайсыз ұстаз десе, ана дүниеге барғанда деп, жаңағы өсектегендер сені көреді депті. Сені жаман деп айтып еді, сен жаман емес, мынандай адам екенсің. Ой, олар өкініште болады деп, қап бекер күнәсін арқалаппыз ғой деп. Мені көреді деген екен. Мені жақсымын деп жүрген, бірақ жаман болып шыққанында мені көреді, сол кезде менің күнім ай деп жылаған екен. Тура солай жан. Сізді күйеуім көп тыңдайды дейді. Алла разы болсын. Сен оны тыңда енді. Сенің күйеуің мен тыңдаса, сен күйеуің тыңда. Сонда жақсы болады. Мен тахаджуд оқып жүргеніме біраз болды дейді. Өте жақсы. Бір жігіт қайырлы етіп тезірек қосса екен деп тілеп жүрмін. Бірақ ешқандай белгі болмай жатыр. Бұл не деген сөз дейді. Бұл тахаджуд оқи бер деген сөз. Бірақ Алла үшін оқып, ниетті түзеле деген сөз. Сен ол үшін оқыма. Ол үшін оқысаң, өтпейді ол. Ол бірақ сені жақсы көрмесе, сен оның жүрегін байлап, дуалап, менен басқа ешкімді көрмесін, мен ғана көзіне көріп, айланып, жынды қылып дуалап атсың, сен колдуньясың ба? Ведьмалық жол ғой, ол жақсы емес. Сен Алла үшін оқы. Алла маған қайырлы болса берді, қайырлы болмаса берме. Сен оны жақсы деп отырсың, ол жаман адам шығар. Алла лучше біледі. Я Алла маған не нәрсе дүниеме, ақыретіме не нәрсе қайырлы, соны бер деп сұра. Алла жақсы біледі. Адамға салмаған. Ат-тахият дұғасына саусақ көтеру дұрыс па? Бар, сүннетте бар. Досман Нұрмұбақ қорына ақша жібер десем, ол өтірік дейді. Бас имам өзіне үй салды. Астанадағы ма? Біріншіден екі балада. Біріншіден. Екіншіден ол қор үлкен кәдімгі салынып жатқан. Намаз оқымайтын адам қайтқан анасына үйінен Құран бағыштай ала ма дейді. Әлбетте. Жүрегімді қалай жеңілдетсем болады? Уайымнан қатты жүрегім ауырып жүр. Әла берикриллахи татмаиннул қулуб.
жүректер Алланы еске алумен тыныштық табады. Жүрегің тыныштық таппай тулаған жүрек болса, ол жүректе шайтан қулаған жүрек болады. Ол жүректің тыныштығы Аллаға арнаған кезде жүректе тыныштық орнайды. Аллаға деген махаббатты қалай ашуға болады? Алланың бұйыртқандарын жасауменен ашасын. Просто жатып алып, жүрегімді ашсаң десең ашылмайды. Ертең мешітте боласыз ба дейді. Ертең Америкадағы Вашингтондағы мешітте болам бұйырса. Жолдасым арағын қоймайды. Мен баламды алып кетіп қалдым. Не істеуге болады дейді. Алладан сұрап дұға қылып көріңіз. Егер арақ ішкенде сізді ұрмаса, соқпаса, өзімен өзі келіп жатпаса, онда қайтыңыз. Егер ұрып, соғып, баланы өлтіретіндей болып, тоқпақтап, сені тоқпақтап жатса, онда кішкене күтіңіз. Қарыз берген адам қарызын кешірсе бермей-ақ қойсам бола ма? Болады, бірақ сыйлық беруіңіз керек бәрібір. Бұны адамият дейді, инсаният дейді бұны. Мысалы, кешірді, сені жағдайыңа қарады, немесе өзі бір ақ көңілдігі мәрттік ұстады да, сен маған қарыз емессің, бермей-ақ қой деді. Жақсы нәрсе, бірақ сіз сыйлық беріңіз оған. Жаңағы сыйласқан адамға сыйлық болады ғой, Ұстаз, бір дұхи иіс су алғым келіп еді. Бірақ спирт қосылса арам болады, намаз қабыл болмайды деп те жатады. Осы жайлы толық айтасыз ба? Кім айтты онда? Спирт болса арақ, жаңағы спирт болса намаз қабыл болмайды. Өтірік сөз ол. Спирт ұшып кетеді. Спиртовый барлығын алып себе бер. Dolce Gabbana, Chanel, Dior дегендерді алып себе бер. Бірақ үйіңдегі әйеліңе ұнасын. Ер адам болсаң. Әйел таңдап берсе вообще жақсы болады. Бұл ортада махаббатты арттырады. Үйленген болсаң. Әйелің таңдап берсін, сен вкусыңдағын алам десең жақсы болады. Ортадағы сенім бір-біріңізге күшейеді. Қымбатын ал. Өзің әрең жүрсің шалбарын таумен, бірақ қымбатын ал. Құдай бағыңды көтереді. Денсаулығың болмай жүрме, денсаулығың көтергің келсе, әтір сепсін. Әтір адамның несін көтереді, күш қуатын. Әтір сепкеннен бәрі бүйтіп тұрса, бүйтіп қалатын мойындары сеуіп бүйтіп. Бұл сонда күш қуатқа ие дүние. Бұл шипасы бар. Соны жын шайтан қашады әтірден. Бірақ шомылма. Біздікілер мында да сеуіп, мында да сеуіп, қолтығына сеуіп, мына жағына сеуіп, шашының ішіне, бас киімнің астына сеуіп, дұрыс емес. Сеппей оған. Онда сеудің қажет жоқ. Аз ғана сепсең болады. Күйеуім барлық ұрысқа дейді. Проблемаға мені кінәлай береді. Не себепті? Сөйтеді. Еркектің іші қатып қалса сен кінәлісің. Носкиін таппай қалса сен кінәлісің. Жол табылмай қалса сен кінәлісің. Ұрысып қалып бір бәле оқыса сен кінәлісің. Сондай деп қой болды. Сөз қолама. Сенікі дұрыс қой. Ахирина минкум антум лана салафуна. Айтып білген дұғаларыңды оқып қазақша айтсаң да бола береді. Келесі жылы военный летчикке түсейін деп жатыр едім. Намазды қалай оқысам болады, айтып жібере аласыз ба өтініш? Намазым көп қаза болатын сияқты. Атың кім жаным? Олжас, азаматсың. Бар военныйға. Аллаға тәуекел ет. Біздің қазақтың балалары военный летчик, пассажирский летчик деме қалай дейді? Гражданский азаматқа осылай болу керексің, сен азаматсың. Біздің балаларымыз оқып, мақсатыңа жет. Ал енді намазға келетін болсақ, намазды жағдайыңа қарай қаза қылмайсың. Сен бастап ниет қыла бер, Алла намазға өзі жол көрсетеді жан. Біздің елімізде салихалы, көз ашық, көкірек ояу азаматтар қызметке келіп жатыр. Көбі намазхан жігіттер келіп жатыр. Нағыз ұлт жанды, елін, жерін сүйген анау радикалдар емес. Қазір мына радикалдыққа көп біз кетіп баратқан адамдар өте көп болып бара жатыр да, өкінішке орай. Сондықтан біз радикалдықта
құтылған ел болуымыз керек. Радикалдыққа халықты жібермеуіміз керек. Мына басына қап-қара қылып киіп, бетінен төмшылап жауып радикалдыққа өтсе, біз бұның түбінде балаларымыздың оқуы, білімі, ғылымы, тек қана менікі дұрыс деуі, басқа қауыммен сыйласпауы, басқа тілдерді аяққа басуы, біреудің ұлттық құндылықтарын төмен басуы, түптің түбінде тәуелсіздік кетеді. Тәуелсіздік кетсе дініңді. Значит, сенде қарыз, құқық деген нәрсені көбейту керек. Маған ешкім ештеңе қарыз емес. Сен Аллаға деген құқықты бұзып жүрген кезде адамнан құқықты сұрама. Сонда өмір сүру жеңіл болады. Алла бәрін кифая етуші, жеткілікті. Әулие атамыздың зиратын кірпішпен қоршағанбыз. Қоршауы құлапты. Қоршауын қайтадан қаласа бола ма? Жоқ. Сол атаңыздың, әулие атаңыздың әулиелік жол қалдырған саған. Ол дінмен жанасқан, Алланы таныған, Аллаға серік қоспаған, ұлы жолды саған мирас қылып қалдырды ұрпақтарына. Сол жолды сен ұстасаң, атаңызға істеген жақсылық сол болады. Ассаламағалейкум. Еркек адам сағатты қайсы қолға тағу қажет? Қайсына удобный соған таға береді. Оңға, солға. Енді солға тағатыны оң қолмен көп жұмыс істегеннен кейін оң қолға әсер көп береді. Оң қолға тағу неудобный болған соң сол қолға тағады. Кейбіреулер сол оң қолға тағады, мұсылмандар оң қолға тағады деп, бұл жерде мұсылмандықтан емес, ешқандай проблема жоқ. Қалай болғанда да сағат болса болды. Дәретіңе алған кезде астына су кіру керек, сол маңызды. Құмалақшыға бару харам. Оның айтқанына сену күпір болады. Жігітім дүниеден өтті дейді. Анасына көмектескім келеді. Жалғыз басты үйі болса екен деп ақыл қосыңызшы дейді. Жігітіңнің о дүниесі жәннеті болсын. Сен де сол жәннетті тауып екеуің үйленбесеңдер, сол жәннетте бірге үйленіп бірге болуларыңды Алла нәсіп етсін. Бірақ бұл дүниеде жәрдем беретін болсаң, шаман келсе, бүкіл қазақтың аналарына жәрдем бер. Только жігітіңнің мамасына жәрдем берме, бүкіл бәріне жәрдем бере бер. Жақсы ана әмме жұрттың анасындай дейді. Бүкіл халықтың анасындай біздің аналарымыз. Сондықтан жақсы бала бүкіл халықтың баласындай дейді. Сондықтан бәріне жәрдем бере бер. Енді осымен тоқтатайын сөзді, ары қарай айтсам ренжіп қаларсың. Неге баланы тек қана тақ жаста сүндет дейді? Себебі Алла тақ болғаннан кейін тақ санды жақсы көреді. Дініміз тақ нәрсеге көбірек мән береді. Бірақ бұл парыз деген сөз емес. Тақ мысалы 3 рет айт, зікірді 5 рет айт деген сияқты. Исламның 5 парызы 7 деген сияқты дүниеге байланған. Бірақ бұл шарт емес. Қанша рет айта алсаң, сонша рет айта бер. Тақ санда болған жақсы. Балаға дем салғанда, өз-өзіңізге дем салғанда тақ санмен салған жақсырақ болады. Жолдасымды имандылыққа қалай бұрсаң болады? Өзің бұрылғаннан кейін бұрылады. Дұға қылсаң бұрылады. Неге күйеуім измена жасай береді? Алланы танымағандығы үшін, және сен Алладан алыс болған үшін. Сен оны қарама, оны аңдыма, одан айбер таппайсың. Құдайды қара. Құдайды қарасаң, Құдай жүрегін өз бұрып береді. Небір сынбайтын еркектерді Алла сабасына салып береді. Сондықтан Құдайға айтыңыздар. Сол радикалдар бір-бірін қолдайды, ал біз жоқ. Неге дұрыс айтасың, Рауантай? Міне ақыл есі дұрыс жігіттердің көзқарасы. Значит, біздің сөзіміз мына жақта емес, біздің мынада. Аға, шам намаздан кейін нәпіл оқуға бола ма? Болады. Шам мен құптанның ортасында, асыр мен шамның ортасында болмайтыны анық. Күн батар кезде шам мен құптанның ортасында Аллаху алам ұмытып отырмын. Болу керек. Тағы қарап көріп айтам. Макрух уақытына кірмейді, мен жаңылмасам. Шипа беретін қандай Алланың есімін айтса болады, қандай сүре дейді. Исра сүресінде Құранды шипа етіп түсірдік деген аят бар. Бірақ Фатиха сүресін оқи берсеңіз ең жақсы сол. Зәулім молалар салынып жатыр, ғасырдан ғасырға кететін сол қалай қарайсыз дейді. Әлбетте дұрыс қарамаймыз.
келешекте ұрпақтарымыз бізге айтатын болады, бетімізге басатын болады. Бәленбай миллион адамың бар, неге айтпағасың деп айтатын болады, ренжитін болады бізге. Енді айттық, Аллах куә, айттық. Сүндетке отырғызу бола ма лазермен дейді. Лазермен деген сөз болады, калькулятор ғой болады. Туған бауырларым, балаларының тәрбиесіне кіріседі, ақылдарын айтып, сол қаншалықты дұрыс. Дұрысын айтқан болса, бәрі кіріседі, молда да кірісіп жатыр, мен де кірісіп жатырмын, бәріміз кірісіп жатырмыз ғой. Ұрпақ тәрбиесіне жақсы нәрсе айтқан болса, дұрыс, оны қаспаңыздар. Одан кейін әкесі қайда? Әкесі айтпағаннан кейін бауыр айтады да, енді бауырыңыз. Бауырымның әйелі кетіп қалды, бөлек тұрам дейді. Ата-анам қарсы емес, бірақ бауырым анамды жалғыз қалдырып кетпеймін дейді. Осы уайым болды дейді. Ата-анаңыз қарсы емес па екен? Бауырыңызға айтыңыз, далбасламай, әйелдің қасына бар, әйелмен ортаңды ретте деп. Ата-ана қолдап тұр екен. Нәпіл намазда, сәждеде дұға етсем бола ма? Себебі мен сол кезде дұға етсем сенім күшейіп жеңілдеймін. Қаншалықты дұрыс? Құлаған ескі тамдағы белгіні қайта қоюға бола ма? Қалай болады? Үстіне шетіне жабыстырып қоясың, ана құламаған жеріне тіреп қоясың, болады. Әкем айтады, қоршама, тас қойма дейді, дұрыс айтады. Бала туыла сала сүндетке отырғызу дұрыс емес деп есептеймін. Бала оғандық дайын емес, кіндігі кескен жеткілікті кейінірек отырғызған дұрыс. Терминалдан төлемей кеткен ақшасын мен төледім, садақа болып есептеліне ма дейді. Жоқ. Қандай терминал? Намазға қалай тұрсаң болады дейсің ба? Тұрсаң, бастасаң, басталып кетеді намаз. Мен кеше жолда болған едік, 2 күн сапар оқуым керек еді, бірақ бір себептер мен оқи алмадым. Енді сол күндерді оқи аламын ба? Любой уақытында, я тура сол сапарда оқисың. Сапардағы да қысқартып оқисың. Үйленгенде қандай қасиеттеріне қараған дұрыс дейді. Тазалығына қара. Иман тазада болады. Иман періште таза жерде болады. Таза қыздарға қара, таза үсті киім, новый киім емес, қымбат бренд емес. Үстіндегі бір көйлегі бар, сол бір көйлегінің жағасын қырғымай, мына жеңін қырғымай, мына тісін жусыншы хотя бы. Тісін жуған қыз болса, жаман емес, үйлене бер. Кедей болса да үйлене бер. Сол жарайсың сонымен. Сәждеге бас қойған соң қазақшалап дұға айтсам бола ма? Нәпіл намаздарда болады деп айтамыз. Сая, рахмет, Алла разы болсын. Күйеуімнің разылығын алу керек па дейді. Әлбетте. Күйеуімнің жолы болу үшін не істеймін? Намаз оқы. Намаз оқып сұра. Шамның кірген уақытында сразу оқуға болмайды дейді. Қанша жоқ. Қайта шам кірген кезде бірден оқылады, кешікпей. Созбасын дейді, өйткені уақыт қысқа. Ер азаматтың намазхан болулары шарт па? Салатул жамаати афдалу мен салатул фаззи би 27 дәрәжә бір риуаятта. Яғни намазхан, жамағат пенен, көпшілік пенен намаз оқудың сауабы жалғыз үйде оқыған намаздан еркек адамдарға ғой. 27, бір риуаятта 25 есе артық дейді. Сонда бір намазды 25 рет оқығандай болады. Қалай ойлайсыз? Сондықтан өте үлкен нәрсе. Жамағатпен, көпшілікпен болған бұл дұрыс нәрсе. Мінезге бола ажырасу қаншалықты дұрыс дейді. Мінезді ешкім біле алмайды. Мінез деген іште бәрі кіріп кете береді бізде ше. Мінез деген жынды болып аяқтарды сұндырып, шағала жүгіріп, еркегіне еркек әйеліне қарай басын тоқпақтап, мен мінезім осы деп ұрып текпілеп атса, бұнда мінез дейді. Кейбіреу мінез сөйлемейді, немесе боқтай береді, бұнда мінез дейді. Кейбіреу мінез болса, ашуланса жатып ұйықтап қалады, үйден кетіп қалатын еркек те бар. Бұл да мінез дейді.
Бұның қайсына ажырасу, бәрін ажыраса берсең мінезің бәрке өмір болмайды онда. Соның біреуін жұтады, біреуін қойшы дейді, боқтап қойды дейді, жұтып сөйтіп жеңет бұны мінез дейді. Ал енді жаңа ұрып соғып тоқпақтап атса, одан қашу керек, өлтіріп қояды ол. Өмірден өткенде қабірде сұралатын алғашқы сұрақтар: дінің қайсысы? Кітабың қайсысы? Пайғамбарың кім? Дініңіз ислам деп айтуымыз керек. Исламды айту үшін, исламды бәріміз білеміз ислам екен. Бірақ исламмен жүрсең ғана айтасың да, исламмен жүре алмасаң айтамайды екенсің. Намазды уақытымен оқымай жүрмін, жалқаулық басам болып жүр, не істеуге болады дейді. Әйел жамағатына қосылыңыз. Ақтөбеден жазылсам, Алла разы болсын. Бөтен әйелге кетіп, соның баласын бағып жүрген әкеге не айтасыз дейді. Не айтуға болады? Онда бақсын, өз баласын да бақсын. Еркек адам бағуға арналған еркек. Енді біреудің баласы өле берсін деген сөз емес қой енді. Түсініп тұрмын мен не айтқыңыз келіп тұрған. Енді олай айтатын болсақ, сізді қорғаса екен деп тұрсыз, сезіп тұрмын. Түсініп тұрмын сөзіңізді, арғы төркінін түсініп тұрмын. Бірақ әлбетте дұрыс емес екен, өзіңіз де біліп тұрсыз, мен де біліп тұрмын. Солай. Сіздің эфиріңізді көп қарап намазға тұрдым, Аллаға шүкір дейді. Машалла, альхамдулилля. Құдай қандай жақсы көреді сізді. Алла қандай жақсы көреді сізді, осыған алып келген екен. Қазір күйеуім жұмыссыз дейді, менен ақша сұрайды дейді. Ол қаншалықты дұрыс дейді. Бірақ жұмыста жүргенде бар табысын маған береді, 6 ай жұмыссыз отыр дейді. Сонда бермеу керексіз бе? Сонда өлсе, өліп бара жатырмысы, өле бер айналайын, жолың болсын, сенің жолың болсын деп. Сонда сіз ақша берген кезде күйеу жақсы, ақша өліп қалған кезде мен басқа күйеуге тиіп алайын, жолың болсын дейсіз бе, не айтуға болады енді? Дұрыс емес, беріңіз. Қолыңызда бар ма, беріңіз. Ал Алла разы болсын, Америка құрама штаттарының орталығы Вашингтон, DC деймін қазір. Вашингтон қаласынан сіздерге сәлем, жайрап қосылам. Американың бір-екі жерден алып барады, бір үлкен жерлерден сізге қосылам. Енді бізде түн болып қалады екен.